жіңішке ішек интестиниум теңеуі асқазан жүйесі мүшелері ішіндегі асқазан мен тоқ ішектің арасындағы ең ұзын бөлік болып табылады. Мінекей мына жерден көрсетіп жіберейік. Мінекей мынау асқазан, мынау тоқ ішектің басталар жері. Осылардың арасындағы бөліктің барлығы да жіңішке ішек деп айтылады. Негізінен ұзындығы 2 метр 20 сантиметрден бастап 4 метрге дейін аралықта болады. Қайтыс болған адамдарда бұл ішек ұзарып кетеді. Шамамен 5-6 метрге жетеді. Жіңішке ішектің топографиялық орналасуына қарай оны 3 бөлікке бөліп қарастырамыз. Бірінші бөлігі 12 елі ішек, дуоденум, аш ішек, еюнум және де мықын ішек, илиум. Осындай 3 бөлікке бөлінеді. Енді соның ішінде ең бірінші 12 елі ішек, дуоденумнан бастаймыз. Мінекей мына мен көрсеткен бөлікті біз 12 елі ішек немесе ұлтабар деп атаймыз. Дуоденум. Жіңішке ішектің бастапқы бөлігі ұзындығы тірі адамдарда 17-21 сантиметр, ал қайтыс болған адамдарда 25-30 сантиметрге дейін болады. Сыртқы пішіні жағынан өзгермелі болып келеді. Топографиялық орналасуына қарай жоғарғы бөлігін, төмендеген бөлігін, төменгі бөлігін және жоғарылаған бөлігін ажыратамыз. Осындай 4 бөлікке бөліп қарастырамыз. Сыртқы пішіні жағынан әртүрлі, яғни таға тәрізді, ілмек тәрізді орналасуы мүмкін. Енді топографиясы. 12 елі ішектің жоғарғы бөлігіне келетін болсақ. Ол парс горизонталис superior, асқазанның пилорикалық бөлігінің тікелей жалғасы болып табылады. Шамамен 12-ші кеуде және де 1-ші бел омыртқасының тұсында асқазанның пилорикалық қысқышы, мынау иіліп тұрған, яғни осы пилорикалық қысқыш болып табылады. Мускулус сфинктер пилоридің тұсынан басталады да омыртқа бағанасының оң жағына өтеді. Одан қарай ол мына жерде иілім жасап, яғни флексура дуодени супериорды түсуге қатысатын болады. Осы аймақты, яғни 12 елі ішектің жоғарылаған бөлігі деп айтамыз. 12 елі ішектің жоғары бөлігі, мына жоғары жағынан оны, мінекей, 12 елі ішектің жоғары бөлігі. Мына жоғары жағынан бауыр оны жауып жатады. Бауырдың құйрық түлесімен шектеседі. Мына жерде бауыр алынып тасталған. Және де өт қуықтың мойнымен шектеседі. Мынау өт қуықтың мойны сақталған. Бұл бөліктің төменгі беті ұйқы безінің басымен, мынау ұйқы безі, осы капоты, яғни басымен шектеседі төмен жағынан. Және жоғарыға иілімі флексура дуодени superior, көріп тұрғандарыңыздай, мынау бүйрекпен шектесіп жатыр. Асқазанның тікелей жалғасы, сол үшін де бұл іш астарымен барлық жағымен түгел жабылады. Интраперитониальды, барлық жағымен. Келесі 12 елі ішектің төмендемелі бөлігі. Pars descendens. Ішектің мына жоғарғы бөлігінің тікелей жалғасы болып табылады. Ол флексура дуодени супериордан бастау алады, төмен қарай түседі, және флексура дуодени инфериордың тұсына келген кезде аяқталады. Бұл да также 12-ші, 1-ші бел омыртқаларының аралығында орналасатын болады. 12 елі ішектің әрі қарай ол төменгі горизонтальды бөлігіне ұласатын болады. Алдыңғы бетінен ол мына тоқ ішектің мына жерде көлденең жиек ішегі жатады. Мына жерден алынып тасталған негіз. Сол көлденең жиек ішекпен жабылып жатады. Медиальды жағынан ұйқы безі басымен жабылады. Және іш астармен алдыңғы жағымен жабылады. Тек алдыңғы жағы, яғни экстраперитониальды.
12 елі шектің төмендеген бөлігі. Төмен бөлігі. Pars горизонталис inferior. 12 елі шектің мына төменгі горизонтальды иілімі flexura duodeni inferiorдан бастау алады да горизонтальды бағытта үшінші бел омыртқасының тұсында 12 елі шектің жоғарылаған бөлігі pars ascendensке ұласатын болады. Іш жастармен алдыңғы жағымен ғана жабылады. Енді мынау ең соңғы бөлігі, жоғарылаған бөлігі pars ascendens. Бұл бөлік үшінші бел омыртқаның тұсынан бастау алады да бірінші бел омыртқаның тұсында flexura duodena eunalisті түзе отырып, яғни 12 елі шек аш шек иілімін түзе отырып, бірінші бел омыртқаның тұсында аш шекке жалғасатын болады. Іш астарымен экстраперитониальды, яғни тек алдыңғы жағымен жабылады. Енді 12 елі шектің егерде біз ішкі жағынан қарайтын болсақ, онда қандай көріністі көруімізге болады? Мінекей мына musculus сфинктерді көруімізге болады, пилористі. Мына ostium pyloricus, бұл яғни асқазанның бір бөлігі деп айтқан болады. Біз осы ostium pyloricus арқылы асқазан мен 12 елі шек бір-бірінен бөлініп тұрады. Көріп тұрғандарымызда яғни қатпарларды көруімізге болады. Сонымен қатар осы төмендеген бөлігінде біз көреміз екі түрлі бүртікті. Papilla duodeni minor және papilla duodeni majorды көруімізге болады. Papilla duodeni minorға ұйқы безінен келетін қосымша түтік, немесе Santorini түтігі деп атаймыз, осы түтік ашылады. Ал papilla duodeni major 12 елі шектің үлкен бүртігіне ұйқы безден келетін Вирзонгов түтігі деп атаймыз, негізгі түтігі. Осы ductus calidocus немесе ductus biliaris өт қуықтың түтігімен бірге ашылатын болып табылады. Яғни осы ұйқы без және де өттен осы 12 елі шекке сөл бөлінеді. Осы сөл бөліну арқылы майлар ыдырайтын болады. Ал майлардың қалай ыдырайтын жайлы механизмді биохимия пәнінен оқып үйренесіз. Келесі ол енді аш шек пен мықын шекке тоқталамыз. Intestinum tenue mesenteriale деп екеуін бірге айтады. Аш шекті eunum, ал мықын шекті ilium деп атайды. Көріп тұрғандарыңыздай, аш шек пен 12 елі шектің арасында flexura duodena eunalis деп аталатын иілім арқылы олар бір-бірінен бөлінеді деп айттық. Ал енді көріп тұрғандарыңыздай, мына аш шек пен мықын шектің арасында ешқандай да бөліп тұратын бір құрылым жоқ анатомиялық. Яғни бұл екі шек бір-біріне өте жақын болып келеді. Сол үшін де біз көбінесе қарастырғанда екеуін бірге қарастырамыз. Аш шек, яғни eunum. Не үшін аш шек деп аталады? Себебі мына 12 елі шектен түскен аш шекте көп сақталмайды. Сразу мықын шекке өтіп кетеді. Сол үшін де оны аш шек деп атайды. Мықын шекте бізде олардың қабырғасы қалың болады. Және де қан тамырлары, сонымен қатар лимфа түйіндері көпте орналасатын болады. Олар енді топографиясына келетін болсақ, аш шек ол құрсақ қуысында орналасатын болады, ал мықын шек көбінесе ол жамбас астау қуысына кіріп орналасады. Яғни скелетопиясына келетін болсақ, мықын сүйегіне, яғни мықын сүйегі және де сегіз көздің вентральды бетінде, яғни жататын болып табылады. Олардың, яғни жоғарғы жағынан көлденең жиек шек арқылы, ал бүйір қабаттары тоқ шектің жоғарылаған жиек шегі және төмендемелі жиек шегі арқылы шектесетін болады. Енді жіңішке шектің қабырғаларының құрылысына келетін болсақ.
жіңішке ішек, шырышты қабық, шырышасты қабық, бұлшық етті және сірлі қабықтардан тұрады. Соның ішінде біз тоқталамыз шырышты қабатына. Енді 12 елі ішек және мықын ішектің шырышты қабығы олар бозғылт түстес болып келеді. Шырышты қабақтың осы қосқа қараған бетінде асқазан секілді бір қабатты цилиндрлі эпителиймен жабылып жатады. Сонымен қатар осы шырышты қабықтың бетінде біз көптеген лимфа түйіндерін көруімізге болады. Ол лимфа түйіндері 15 мыңдай лимфа түйіншелерінен тұрады. Шырышты қабықтың бетінде олар дараланып орналасуы мүмкін, фолликуле лимфатиций солитарий деп атаймыз, немесе топталып орналасуы мүмкін. Оны фолликуле лимфатиций агрегатий деп атаймыз. Дараланып орналасқан лимфа түйіндері олар жіңішке ішектің барлық бөлімінде біркелкі орналасады шырышты қабатында, яғни 12 елі ішек болсын, аш ішек болсын, мықын ішек болсын. Ал шоғырланған лимфа түйіндері немесе оны Пейеров табақшалары деп атайды. Тек көбінесе мықын ішекте ғана олар шоғырланып 20-30 лимфа түйіншелерінен тұрып орналасатын болады. Және осы шырышты қабықтың астында шырышасты негізі болады. Осы шырышасты негізіне дәнекер тіннен тұратын болады. Сонымен қатар ішек безерінен тұрады. Сол ішек безері мына ішектің шырышты қабатының, яғни қуысқа сүлдер бөліп тұрады. Сонымен қатар осы шырышасты негізінің жақсы дамуына байланысты мына көріп тұрғандарыңыздай кесіндісі берілген дөңгелек қатпарлар, яғни плика циркуляристі түзеді шырышасты негізі. Сонымен қатар мына 12 елі ішекте бойлы қатпарлар плика лонгитудиналис түзеді. Мінекей. Сонымен қатар бүртіктерін айтып кеттік. Ендігі жіңішке ішектің бұлшық етті қабаты, яғни туника мускулярис, бойлық және де дөңгелекті қабаттың бұлшық еттерінен тұратын болады. Мінекей мынау бойлық бұлшық ет қабаты, стратум лонгитудиналия. Біркелкі орналасады және дөңгелек қабат қарағанда, яғни дөңгелек қабат осы бойлық қабаттың астында жатады. Мінекей мынау стратум циркулярия. Осыған қарағанда нашар дамыған. Жіңішке ішектің осы бойлық қабатының негізгі қызметі тамақ ботқасының құрамындағы сұйықтық пен жіңішке ішекте қорытылмаған асты тоқ ішекке өткізу болып табылады. Ал мына стратум циркулярия, яғни дөңгелекті қабаты немесе шеңбер тәрізді қабаты бойлық қабатқа қарағанда жақсы дамыған және де мына бүртіктер болады деп айттық. Осы бүртіктердің маңында бұлшық еттер болады. Осы бүртіктерден ашылып жабылуына қамтамасыз етіп тұратын. Мускулус сфинктер папилля дуодени майерді құрауға қатысатын болады. Сонымен қатар мына 12 елі мықын ішектің соқыр ішекке ауысатын жерінде вальва илиоцикалис деп аталатын қақпақшасы болады. Дәл сол қақпақшасыны сол бұлшық ет қамтамасыз етіп тұратын болады. Сыртқы қабаты ол экстраперитониальды, яғни ішастармен жабылатын болады және ішастармен бұл артқы жағынан шажырқайлары болады. Сол шажырқайлары арқылы мінекей мына мезентериум. Осы мезентериум арқылы іштің артқы қабырғасына жабысып орналасатын болады.